Сенемін досым, өлгенмен өзім, ұрпаққа жетіп өлмейді сезім. Ақиқат таңы атады анық, осыған менің жетеді көзім. Деп Ахмет Байтұрсынұлы атамыз соңғы хатында астын сызып тұрып айтып кеткен тәуелсіздікке биыл 31 жыл толды. Бабамның қаны, анамның жасы, сіңген бұл далам, қымбатсың маған. Дей келе, бабаларымыздың 70 жыл Ресей бодандығында болған кездердегі хал ахуалын бірі білсе, бірі білмей жатады. Бірақ тәуелсіздік жолында құрбан болған барлық бабаларымыз әрбір қазақтың жүрегінде мәңгі сақталатыны сөзсіз. Жалт еткен жанарынан жасандылық байқалмайтын, жаңашыл, жан дүниесі жастармен жарасымдылық тапқан мектебіміздің директоры Кулиева Жанар Шолпанкуловнамен бірге тәуелсіздіктің астарына терең үңілетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Отанды сүю адамзаттың асыл міндеті, азаматтық борышы, өмірлік ұстанымы дейміз. Алайда өскелең ұрпақ міндеті мен борышына адал ма? Сәлеметсің бе айналайын қызым? Тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп келе жатқан 21 ғасырдың ұрпағы сендер ерекше бақыттысыңдар. Талай ғасыр бойы аңсап, армандап, осы тәуелсіздікке қол жеткізбей кеткен қанша ұрпақ бар. Сондықтан бүгінгі таңда осы тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқан өскелең ұрпақ өз міндетін, борышын абыроймен атқарады дегенге сенім білдіремін. Отанға қызмет ету, отанды, елді қорғау деген қазіргі таңда атақ алу, абыройға кенелу мақсатында жасалып жатқан іс-әрекеттер деген пікір қаншалықты дұрыс? Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Рахмет сұрағыңа. Жеткізбейтін арман жоқ, жете алмайтын адам бар дейді. Әр адамның қандай әрекет жасаса да, мен ойлаймын, арманы бар деп. Сондықтан сол арманға қол жеткізу жолында адасып кетпеу, сол арман жолында дұрыс жол табу, адал жол табу, қызметін ел үшін, жер үшін абыроймен атқару, мен ойлаймын, ең маңызды деп. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Тамырына терең бойласақ, ауыр жылдарда талай қазақ азаматтарының шет ел асқандарына тарих куә. Бұл оқиға қиын кезеңнің кесірі екендігі анық. Қазірдің өзінде отансыз азап тартып жүрген ұлттар қаншама. Бар отанның қадірін білмей, шекара асып бара жатқан жастар жайлы пікіріңіз? Сұрағыңа рахмет. Бүгінгі таңда біз әлем азаматын тәрбиелеп жатырмыз деп ойлаймын. Неге десеңіздер, бүгінгі таңда 21 ғасырда шекараның бәрі ашық. Сондықтан біздің жастарымыз әлем жүзінде білім алып жатыр. Әрине, мен өскелең ұрпаққа сенемін. Әрине, білім алу керек, бару керек, көру керек. Бірақ алған білімдерінің бәрін осы өзінің мемлекетінің дамуына үлесін қосу керек. Иә, жіп біріксе арқан болады, жігіттер біріксе еліне қалқан болады демекші. Білім қуып, шетел асып кеткен азаматтарымыздың ел мүддесі үшін қызмет ететініне біз сенімдіміз. Сіздің сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз. Тәуелсіздік халықтың үні, ұлттың тілі мен ділі. Егеменді еліміздің жаңа дәуірде қол жеткізген табысының қайнар көзі тәуелсіздік. Көк байрағымыз биікте желбіреп, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.